Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3 сынып математика сабағы. Бүгін бізде 3 сабақ. 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Жануарлар мен өсімдіктер әлеміне күн райының әсері. Бүгін сен 3 таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренесің. Менің арнама тіркеліп, лүпілді басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Нөмірі 1 есеп. Ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды ғана теріп жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай жануарлардың тіршілік етуге бейімделгенін білесің. Барлық сандарды кему реті бойынша көшіріп жаз. Яғни балалар ондықтар разрядында нөлі бар 3 таңбалы сандарды жазамыз. Мұнда 509 кесіртке, 308 тасбақа, қосаяқ 105, кірпі 97 соларды жазады екенбіз. Қалғандары жазылмайды, себебі олардың ондықтар разрядында нөл емес, яғни 890 және 380, 350 деп тұр. Оларды жазбайды екенбіз. Енді осыларды кему реті бойынша жазатын болсақ, үлкен саннан кіші санға қарай жазамыз. 97, 509, 308, 105. Кірпі, кесіртке, тасбақа, қосаяқ екен. Нөмірі 2 есеп. Толық жүздік, толық ондық және бірліктер жазылған қима қағаздар дайындаңдар. Берілген қима қағаздарды пайдаланып, сандар құрастырыңдар. Алдыңғы және келесі сандарды атаңдар. Алдыңғы сан нешеге кем, келесі сан нешеге артық. Яғни балалар, мұнда мысалы 532 сан тұр. Осының 532-ның алдыңғы саны 531 екен, ал келесі сан 533 екен. Енді нешеге кем? 531, 532 бір санға кем екен, ал 533 бір санға артық екен. 124, яғни 124-дің алдыңғы саны 123 екен, ал кейінгі саны 125 екен. 123, 124-тен бір сан кем екен, ал 125, 124 бір сан артық екен. Мұнда 506, 506-ның алдыңғы саны 505, ал кейінгі саны 507. 505, 506-ға қарағанда бір сан кем, 507, 506-ға қарағанда бір сан артық екен. Нөмірі 3 есеп. Есептеу тәсілін түсіндір. Мұнда балалар қараңдар, 636 қосу 121 дейді. Мұнда ережесіне қарайықшы балалар. Бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады, жүздіктерді жүздіктерге қосады екен. Дәл солай азайтуды да сондай. Бірліктерді бірліктерден азайтады, ондықтарды ондықтардан азайтады, жүздіктерді жүздіктерден азайтады екен. 636 қосу 121. Яғни біз жүздіктерді қосамыз. 600-ге 100-ді қосып аламыз, 700. Одан кейін ондықтарды қосамыз. 30-ға 20-ны қоссақ 50. Одан кейін бірліктерді қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7. Енді осыларды қосамыз. 700-ге 50-ді қосатын болсақ 750. Оған 7-ні қосатын болсақ 757 екен. 757 азайту 121. Бірінші жүздіктер. 700-ден 100-ді азайтып аламыз. Одан кейін 700-ден 100-ді азайтатын болсақ балалар бізде 600. Одан кейін 50-ден 20-ны азайтып аламыз. 30 болады. 7-ден 1-ді азайтатын болсақ 6 екен. Енді осылар қосып шықсақ, 600-ге біз қосамыз 30-ды 630. Оған біз 6-ны қосатын болсақ 636 екен. Нөмірі 4 есеп. Есептеуді түсіндіре отырып орында. 241 қосу 124. Яғни біз жүздіктерді қосып шығайық. 200-ге 100-ді қосамыз 300. Ондықтарды қосамыз 40-қа 20-ны қоссақ 60. Бірліктерді қосамыз 1-ге 4-ді қосамыз 5. 300-ге 60-ды қосатын болсақ 360. Оған 5-ді қосатын болсақ 365. Азайту. 957-ден 120-ны азайтамыз. Бірінші біз 900-ден 100-ді азайтып аламыз 800. 50-ден 20-ны азайтамыз 30.
7-ден 0-ді алатын болсақ, 7. Енді осыларды қосып шығайық. 800-ге 30-ды қоссақ, 830, оған 7-ні қосатын болсақ, 837 екен. 792 азайту 371. 700-ден 300-ді азайтып аламыз, 400. Одан кейін 90-нан 70-ті азайтып аламыз, 20. Одан кейін 2-ден 1-ді алатын болсақ, 1. Енді осыларды қосып шығайық. 400-ге 20-ны қосамыз, 420. Оған 1-ді қосатын болсақ, 421 екен. Ары қарай дәл осындай әдіспен біз шығарып шықтық есепті, балалар. Нөмірі 5-ші есеп. Есепте дәл сол шығарып жатқан әдісіміз бойынша есепті шығарып шығамыз. Яғни жүздіктерді, ондықтарды қосамыз, бірліктерді қосып, одан кейін бәрін біріктіріп қосамыз. Азайтқанда да сондай, жүздіктерден азайтамыз, ондықтардан ондықтан азайтамыз, бірліктерден бірліктерді азайтып, ақырында сол шығарған сандарды бір-біріне қосып шығамыз, балалар. Нөмірі 6-шы есеп. Есепті шығар. Есептегі мәліметтерді өзгертіп, басқа толық ондықтарды қой, оны қайта шығар. Алияның былтырғы жылғы күн райын бақылау күнделігінде 60 күн бұлыңғыр, 250 күн ашық, қалған күндер бұлтты болып белгіленген. Егер бір жылда 365 күн болса, онда Алия неше бұлтты күнді белгілеген? Яғни бұлыңғыр 60, ашық 250. Бұлтты күн бізде белгісіз болып тұр, балалар. Ал бізде барлығы, яғни бір жылда 365 күн болса, біз не істейміз шешуінде? 365 азайту, яғни осыдан 60-қа 250-ді қосып аламыз, 310. 365-тен 310-ды азайтатын болсақ, 55. Жауабы Алия 55 бұлтты күнді белгілеген. Енді балалар, біз есепті өзгертіп, толық ондықтарды қоямыз. Бұлыңғыр 80, ашық 200, бұлтты күн белгісіз. Шешуінде біз балалар 365-тен азайтамыз, 80 қосу 200. 80-ге 200 қосып алатын болсақ, 280, 365-тен 280-ді азайтатын болсақ, 85. Жауабы Алия 85 бұлтты күнді белгілеген. Нөмірі 7-ші есеп. Әріпті өрнектердің мәнін тап. Мұнда кестеге қарайық, балалар. Б мұнда тең 6-ға, 7-ге, 8-ге, 9-ға. Б қосу 150. Енді бұның орнына біз сандарды қойып есепті шығарамыз. 6 қосу 150 тең 156. 7 қосу 150 тең 157. 8 қосу 150 тең 158. 9 қосу 150 тең 159. Мен мұнда кестенің ішін толтырып қойған, балалар. Сендер де солай толтырып жаза қойыңдар. Келесі кесте. К мұнда 6, 7, 8, 9-ға тең. К көбейту 4. К-ның орнына біз тұрған сандарды қойып шығарамыз есептерді. 6 көбейту 4 тең 24. 7 көбейту 4 тең 28. 8 көбейту 4 тең 32. 9 көбейту 4 тең 36 екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.